Мұхаммед Риза Пехлеви бұл Ататүріктен үлгі алғысы келген. Иранды мейлінше зайырлы қылам, мейлінше діннен алыстатам деп ойлады. Пехлевидің енді Сауак деген атақты өзінің қауіпсіздік мекемесі бар еді. Олар неше түрлі дінге қарсы бұйрық енгізді. Мысалға, қажылыққа баруға болмайды, соны тыйым салды. Содан кейін діни киім киюге болмайды. Мысалы, қазірге дейін осы орамал мәселесі көп елдерде проблема ғой. Тура соны мысалға Иран жасады. Пехлевидің кезінде. Енді білесіз, ол Парсы империясының 2500 жылдығын атады. Әлемдік деңгейде ивент жасады. Бүкіл патшалар шақырды, ел басқаратын бағана үлкен той, ол үлкен ысырапшылық болды. Халықта қаражат жоқ, ашаршылық, коррупция жүріп жатқанда ол үлкен, мына жерде үлкен бриллианттар бар, рубиндері бар, нелермен шығып, біздің династиямыз Кирге дейін барады, яғни Құрыш патшаға дейін барады деп, сондай бір үлкен той. Сол Риза Пехлевидің құлауының бірінші несі болды. Доминосы дейміз ғой. 9 жылдан кейін ба, 8 жылдан кейін ба ол құлады. Өзі қашуға мәжбүр болды, кетті. Иран халқы ол діндар халық, шиизм бағытында болса да ол діндар халық. Оны бір сәтте күшпен, олардың репрессиясымен дінге қарсы ештеңе жасай алмады, керісінше өзі жеңілді. Және 79 жылы Франциядан Хомейни ұшып келіп, билікті өз қолына алды. Және сол қысым жасағандардың барлығын, енді білесіз, дарға асты. Бағана корпус, ксир дейміз ғой, солар бары келіп, көптеген сол кездегі Пехлевидің билігінде болған офицерлерді бәрін дарға асты. 84 жылға дейін болу керек, осында репрессия жүрді.